Мен Ақтау қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбай зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы Ниялова Гүлфайрус. Зерттеуімнің тақырыбы қазақтың тұңғыш ихтиолог ғалымы Зұлқарнай Баймырзаев, немесе кетіктен Қырымға дейін. Неліктен кетіктен Қырымға дейін? Себебі Зұлқарнай Баймырзаев 1898 жылы Маңғыстаудағы кетікте дүниеге келіп, сонау Қырымдағы жоғары лауазымды қызмет атқарған. Зұлқарнай Баймырзаев Маңғыстау, Қарқаралы, Семейде ірі партия кеңестік басшы қайраткері, Түркменстанда, Марыда, Украинада, Керчьте ірі балық тіресінің басшысы болған аяулы азамат. Ол қиян түкпірде туып, қилы заманда күрескер жігерімен, зеректігімен, биік адамгершілігімен көзге түскен арыс. Зерттеу барысында біз сұхбат жүргізген болатынбыз. Сұхбат барысында Зұлқарнай Баймырзаевтың бір рет емес, 2 рет кефаль балығының уылдырығын әкелуге тырысқанын білеміз. Біріншісі сәтсіз болып, екіншісі сәтті жүзеге асып, қазіргі күнде осы кефаль балығы Маңғыстау өңірінен экспортқа шығатын қызыл балықтан кем түспейтін өнім болып саналады. Кефаль өсіру мейлінше жемісті бола түсу үшін жергілікті балық зауыттарымен келісім шарт жасай отыра, Зұлқарнай Баймырзаевтың уылдырық арқылы лобан және пеленгаз сорттарын көбейтуді ұсынбақпыз. Осыған дейін Зұлқарнай Баймырзаевтың осы тәжірибесі арқылы кефаль балығының астронош және сингель атты 2 түрі Каспий теңізінің акваториясына толықтай таралған болатын. Және де осы бүкіл елдерге экспортқа шығатын тәтті балық болып табылады. Жұмыста қолданған мұрағаттық материалдар негізінде жазылған Көшім Есмағамбетовтің Қайсар қайраткер және Октябрь арайында еңбектері жүйелі тақырыпқа сай етіп алған болатынбыз. Зерттеудің өнімі нәтижесі ретінде Зұлқарнай Баймырзаев туралы әлеуметтік желілерде ешқандай мәлімет болмағандықтан Википедия сайтына осы кісі туралы толық ақпаратты анализдей отыра талдау жасау арқылы жүктеген болатынбыз.